Қыздар, енді машинкаға отырып көйлегімізді тігуді бастаймыз. Көп қыздар айтып жатыр, машинканы қолдану білмеймін деп. Сол қыздарға түсінікті болу үшін мында қойып жібімізді, мына бірінші темірге іліп, осының арасынан мында ілеміз. Мына жерге ілеміз. Содан кейін инеге жібімізді өткіземіз. Көйлегіміздің алдыңғы бойы мен артқы бойын осылай оң бетімен оң бетін беттестіреміз. Иық тігістерін, ең бірінші осы иық тігістерін қосып шығамыз. Түзеу етіп. Осы жерін түзеу етіп тігіп аламыз. Міндетті түрде бастаған кезде және соңында закрепка береміз. Тігісіңіз түзеу болу үшін мына жердегі міне сызықтың бойымен тіксеңіз түзеу болып шығады. Қыздар, мен міне иығын тігіп алдым, екі иығын. Енді оверлоктап аламын. Егер сіздің оверлогыңыз болмаса, онда осы машинкамен зигзаг тігісімен тіксеңіз болады. Қыздар, иық тігісін қосып болғаннан кейін мінекей көйлегімізді ашамыз. Біздің мына жеңіміз міне осындай болады көрінісі. Осы жерге енді жеңімізді жалғаймыз. Мынау біздің жеңіміз ғой, мына қиып алған. Мінекей. Ашып, мына үлкен жағы бар ғой. Осы жерге оң бет мен оң бетін беттестіріп, түзеу етіп тігіп аламыз. Қыздар, мына тігісті артқы бойға қарай жатқызамыз, сосын барып тігетін боламыз. Инемен, егерде қиындық тудырса, инемен түйрелеп алыңыздар. Міне жеңді мен қосып алдым. Екеуін де осылай қосып, мына жағын оверлоктап аламыз. Көйлегіміздің екі қапталын теріс бетінен тігеміз. Көрінісі примерно көйлегіміз осындай болып жатыр. Мінекей жеңі. Енді қараңыздар. Мына жеңнен бастап осылай етекке дейін қосып тігеміз, бірақ мына теріс бетінен тігеміз. Мына екі тігіс бір-біріне сәйкес келуі керек. Осылай бір-бірдей етіп инемен түйрелеп аламыз. Барлық жерінен осылай инемен түйрелеп алыңыздар. Содан кейін екі жағында тігіп аламыз. Көйлегімнің екі жанын қосып тігіп алдым. Жеңі тігілді. Енді алдындағы планкасына кірісеміз. Көйлектің алдына планка дайындаймыз. Ол үшін осылай бірінші қиып дайындап аламыз. Біздің ұзындығымыз бізде готовый планкамыз 25 см болып тұр. Міне осылай екі штук планкамызды дублириндеп, үтіктеп, осылай екіге бүктеп алдым. Енді осы планкамыздың алдын мына бүктелген жағынан, осы бүктелген жағынан 2,5 сантиметрді белгілеп,
сызып аламыз бірінші. Осы жерде бұлай сызып аламыз. Содан кейін біздің дайын күйінде 25, оған кішкене артықтау қылып, мен 26 жарым етіп, мінекей осылай белгілеп, бұл жерді де түзеу етіп сызып аламыз. Тура осылай, міне екі жағында дайындап алдық. Көйлегіміздің оң бетіне енді жаңағы дайындаған планкамызды қоямыз. Осы шеті мен мына шеті бірдей болу керек. Бірдей осылай жату керек. Осылай қойып, инемен түйрелеп аламыз. Екі жағында осылай қоямыз. Мінекей осылай қойып, инемен түйрелеп аламыз. Содан кейін осы сызықтың бойымен осы жерге дейін, міне сызып алдық қой біздер. Міне осы сызған жерімізге дейін ғана тігіп шығамыз. Енді планкамызды тігеміз. Мінекей алдына осылай тігіп алдық. Яғни ішке қарай былай кірген кезде, ішіне қарай кіреді осылай. Біздің планкамыз осындай болады. Енді ол үшін мына жерімізді былай қиып алу керек біз. Әдемі болып жату үшін осы жерді былайынан мына тігіске қатты жеткізбей, осылай үшбұрышты етіп, тіл сияқты етіп қиып аламыз. Неке қыздар былай. Оң жағымыз, оң жақ, сол жақ астында, оң жақ бетінде тұрады. Әйел адамдарда ілгек осылай тұруы қажет. Мінекей. Енді осы жердің бәрін инемен түйрелеп аламын. Бұлай сызыққа келтіріп, ровно алып. Түйрелеп аламыз. Содан кейін теріс жағынан
Мына кішкентай тіл сияқтыны көріп тұрсыздар ма? Осы жерді түзеу етіп, осылай тігіп алуымыз қажет. Ешқандай бір үстермей, мыжымай, осы жерді, осы тілді ғана осылай тігіп аламыз қосып. Сол кезде біздің планкамыздың көрінісі осылай әдемі шығатын болады. Мінекей қыздар, біздің планкамыз осылай әдемі болып тігілді. Енді мына жағында біраз артық қалды ғой. Осыны кішкене 1 сантиметрде қалдырып, міндетті қиып тастаймыз. Артығын осылай қиып тастаймыз. Содан кейін осы планканың өзін осылай айналдырып, оверлоктап аламын. Оверлогыңыз болмаса, зигзагтап алыңыз. Ол да болмаса, осылай қалдырсаңыз болады. Мінекей қыздар, планкамды мен оверлоктап алдым. Ішкі жағы осындай болады. Енді мойнына кашкарсиямыз бар ғой, мына қиып алған. Соны тігетін боламыз. Біздер мына шетінен, мына бұрыштан бастап айналдырып тігіп шығамыз. Ол үшін мына шетті осы жерге қоямыз. Осы шетінен түйрелеп алам. Осылай етіп түйрелеп аламын. Артықтау мына жақта қалады. Ашқан кезде бізде осындай алдыңғы жақ осылай үш бұрышты болып тұру үшін, мына бұрышынан бастап, мына кашкарсияның бұрышынан бастап осылай қойып, қалған жақтарын осылай айналдырып тігемін. Қазір тігу барысын көрсететін боламын. Примерно осындай 0,5 сантиметрде етіп қойып алам шетін. Содан кейін тартып отырып тігеміз. Бұл созылмалы мата. Ана тігісті артқа қарай жатқызамыз. Ана иық тігісті де артқа қарай жатқызамыз. Кішкене тартып отырып тігеміз.
Міне қыздар, дайын күйінде осындай болады мойны. Мына жерлерін енді міне. Мына жағын, алдыңғы жағын кішкене міне. Артықтарын қиып тастаймыз. Алды үш бұрышты болу үшін мен міне кішкене асырып тіктім. Енді осыны алып тастап, айналдырып оверлоктап аламын. Мінекей, оверлоктап алдық. Енді осы тігісті былай жатқызып, төменге қарай жатқызып, үстінен бастырып отырып, шетінен 0,5 см аралықта айналдырып, әдемілік үшін тігіс беріп шығамын. Мына тігісті төменге қарай міндетті түрде жатқызамыз. Мойнымыз осындай болып шығады. Енді бір бастырып, жақсылап бумен өтектеп аламыз. Сосын қазір алдына ілгек саламыз. Мен жерден 1, 2, 3 ілгек салатын боламын. Енді алдына ілгектің орнын дайындаймыз, қыздар. Мына бірінші бетіне осы 1 см төменге қарай түсіріп, осындай түсіріп, осының қақ ортасынан 1,5 см белгілеп аламыз. Бұл біздің ілгегіміздің өлшемі. Міне, осы екі аралықта мынау ілгек түседі. Осыдан 8 см түсіріп, екінші ілгегіміз түседі. Бұл жерде де 1,5 етіп белгілеп аламын. Мінекей, осы жерге екінші ілгегіміз түседі. Содан кейін тағы 8 см белгілеп, осы аралыққа үшінші ілгегімізді тігетін боламыз. Петля тігу үшін бізге осындай лапка қажет болады. Осы лапканы машинкамызға орнатып аламыз. Содан кейін, мінекей, мына жерде осы белгіге қоямыз. Ал мына жақты міне 0 мен 1-дің аралығына қоямыз. Енді мына жаққа ауыстырамыз. Екінші, міне, бір жанын тігеді. Міне, бір петлямыз дайын болды. Осы аралықта енді мынандай кескіш бар ғой, сонымен осылай қиып шығамыз.
асықпай мына жерді қиып кетпей осылай барлығын тігіп аламыз. Мінеке қыздар, мен тігіп алдым. Енді астыңғы бетіне осы тұсқа ілгегімізді тігіп шығамыз. Ендігі бізде қалғаны манжет. Екі жеңіне манжетті қондырамын. Содан кейін етегін тігетін боламыз. Манжетіміздің осы ұзындық жағынан осылай түзеу етіп тігіп аламыз. Міне енді оң қарай айналдырамыз. Міне екіге қабаттаған кезде, бізде бүктеген кезде осындай манжетіміз дайын болады. Мінекей. Қолыңызға киіп көріңіз. Егер үлкендеу болып жатса, онда қысқартып қайтып осы жерде тігіп алыңыз. Маған ұнап тұр. Енді осы манжетімді жеңімізге қондыратын боламыз. Осылай оң жағынан кигізіп, мына екі тігісті бір-біріне келтіреміз. Содан кейін түйрелеп инемен. Осылай мына созылады біздің манжетіміз. Осылай тартып отырып тігіп аламыз. Мінеки, қыздар, енді осылай екінші жағында тігіп аламыз. Содан кейін оверлоктаймыз. Қыздар, екі жеңімді міне тігіп алдым. Осындай болып шықты. Енді алды дайын, ілгек саламыз. Жеңі дайын. Көйлегіміздің енді етегі қалды. Етегін оверлоктап аламыз да. Қыздар, етекті мен оверлоктап алдым. Енді 3 сантиметрді белгілеп, 3 сантиметрді барлық жағынан айналдырып осылай белгілеп алыңыздар. Сосын барып, сол белгілеген осы сызықтың бойынан мінекей осылай қайырып, осылай оверлоктың тігісінің жанынан түзеу етіп тігіп шығамыз. Сол кезде біздің етегіміз қайырылмайтын болады. Егер де осылай жіңішкертіп қайыратын болсаңыздар, тігетін болсаңыздар, етек сыртқа қарай айналып кетеді. Сондықтан осылай 3 сантиметрге қалың етіп тігіп шығамыз. Көйлектің етегін мен мынандай қос инемен тігемін. Осы қос иненің қалай тігілу жолы менің YouTube каналымда бар. Егер білмейтін болсаңыз, міне мен сабақтап алдым. Менің YouTube каналымда қалай сабақтау керектігі жөнінде анық айттым. Егер түсінбесеңіз, қарасаңыз болады. Енді сызған жерімнен бүктеп оң бетінен тігеміз. Қос инемен тіккенде оң бетінен тігеміз. Міне қолыммен қарап отырамын осылай. Қыздар, міне көйлегіміз дайын. Алдына осындай ілгек тіктім. Мінекей осындай. Жеңі осындай болды. Етегін көрсетейін. Етегін осылай қайырып тігіп шықтым. Меніңше өте әдемі болып шықты. Осымен дайын көйлегіміз.